Сәлем достар, бүгін мен сіздерге самса теудің 3 түрін көрсетемін. Ең бірінші шпажкеде самсамызды жасаймыз. Осылай дөңгелектенген формамызға үстіне фаршымызды салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші екі жағын біріктіріп алатын боламыз. Содан кейін қалған бөліктерін үстісіне қоса отырып, астыңғы бөлігін толықтай жабу үшін бір-біріне осылай біріктіреміз. Ескеретін жағдай, қыздар, жан жағы тестіміздің жұқа болуы тиіс, себебі астыңғы бөлігі қалың болып кетпес үшін. Сондықтан да осылай астыңғы бөлігі ашылмайтындай бір-біріне біріктіріп, қолымызбен дөңгелек формаға келтіріп алатын боламыз. Бұл міне біздің самсамыз дайын. Енді осы 3 немесе 4 данадан өзіңіздің қалауыңыз бойынша шпажкеге кигізе берсеңіз болады. Мен 3 данадан кигіздім. Шпажкедегі самсамыз уже дайын болды. Ал енді мен сіздерге екінші түрін көрсетейін. Бұл екінші түрін көп адамдар осылай жасайды, яғни дөңгелектенген формаға фаршты салады да жан жағын біріктіріп үш бөлікті қылып жасай салады. Бұл қазір әдемі көрінбейді. Бұны үрлеп күшті болып шығу үшін біз деген осы түрін тек қана стакан арқылы жасайтын боламыз. Ол үшін стакан үстіне дөңгелек формамызды қойып, фаршымызды салып, астыңғы бөлігін дәл банағыдай біріктіреміз. Бірақ бұл одан айырмашылығы бізде үрлеп пісетін болады, яғни осы беті томпайып әдемі тұратын болады. Сондықтан да осылай стаканның көмегімен жасаңыздар. Міне самсаның үшінші түрін жасап көрсетемін. Енді ол үшін осылай дөңгеленген формамызға фаршымызды салып аламыз бірінші. Содан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне осылай біріктіріп аламыз. Ашылып кетпес үшін мықтылап тұрып бекітіп алыңыздар, бір-біріне жапсырып. Содан кейін толықтай жапсырып алғаннан кейін енді жан жағын өріп әдемі қылып жасайтын боламыз. Ол үшін тестімізді алға қарай тартып, кері осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай біріктіреміз. Аралар өте қатты алшақ емес. Жақын қылып біріктірсеңіздер өте әдемі болып тұрады. Осылай толықтай өріп алатын боламыз. Міне толықтай біріктіріп алам. Содан кейін соңғы бөлігін артына қарай қайырып жіберетін боламыз. Міне томпайып біздің деген самсамыздың үшінші түрі дайын. Енді осылай самсаны әртүрлі қылып жасасаңыздар, ол деген кез келген қонақта дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Бір түрінен гөрі әртүрлі қылып жасау өте ерекше сән беріп тұратын болады. Самса теудің менде көптеген теу түрлері, әдістері бар. Оны алдағы уақытта тағы да каналға бөліп салып отыратын боламын. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін менің арнама тіркеліп алыңыз. Төменге батырманы басып, егер ұнаса лайк басып жіберіңіз. Осылай жұмыртқаның бетімен сәндеп алып, содан кейін ақ күнжіт немесе қара күнжітпен осылай әсемдеп шығатын боламыз. Мен сіздерге әдейі піскен видеосын салдым. Себебі дастарханда қалай көрініп тұратын үшін көріну үшін, міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып, үріліп, күшті болып піскен. Бұл біздің шпажкедегі самса түрі. Піскен кезде осылай болып тұрады. Содан кейін жаңа екінші айтқан үшбұрышты түрі үріліп тұр, мұны байқасаңыздар. Және де үшінші өрлеген түрі. Ол да үріліп пісіп, жақсы болып піскен. Дастарханда осылай әдемі болып